Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздермен бір аптада аспиринмен ағартатын бет маскасын ұсынамын. Бұл тек безеуден ғана емес, қара нүктелер мен қартаю дақтарынан да құтылғысы келетіндерге арналған таптырмас құрал. Бірінші әдіс. Аспирин мен лимон қосындысы теріні ағартады, қабынуды және қызаруды жояды. Керекті заттар: аспирин 6 таблетка және лимон шырынынан 3 ас қасық керек болады. Масканы дайындау және қолдану ерекшеліктері: таблеткаларды мұқият ұсақтап, контейнерге жаңа сығылған лимон шырынын қосу керек. Компоненттер жақсы араласуы үшін композицияны тегіс болғанша ағаш шпательмен араластыру керек. Композицияны бетке 10 минут бойы ұстау керек. Содан кейін сода ерітіндісімен жуылады. Ол келесі пропорцияда алдын ала дайындалады. 1 литр су үшін 1 ас қасық сода. Лимон шырынын үй маскаларын жақсы көретіндер белсенді пайдаланады. Бұл компонент теріні ағартатын және тазартатын бірегей қабілеті үшін құрметке ие. Ал лимон теріні витаминдермен, калиймен, кальциймен және басқа микро және макро элементтермен қанықтырады. Екінші рецепт. Аспиринге негізделген ағартқыш композицияның тағы бір рецепті. Бұл жолы ғажайып таблеткалар қаймақпен сәтті серіктестікке енеді. Керекті заттар: аспирин 1-2 таблетка және қаймақ 30 грамм және ақ желкен керек болады. Масканы дайындау және қолдану ерекшеліктері: таблеткалар алдымен ерітіндіде ұсақталады, содан кейін сол контейнерде ақ желкен жапырақтары, содан кейін қаймақ қосылады. Қаймақтың мөлшері 15%-дан болу керек. Композицияны тазартылған бет терісіне жағады. Қаласаңыз қаймақты айранмен ауыстыруыңыз мүмкін. Ұсақталған аспиринге қосылатын 1 шай қасық айран жеткілікті. Майдың жоғары пайызы бар қаймақ жасартатын және ағартатын әсерге ие. Терінің қартаю процесін баяулатады, регенерацияға ықпал етеді. Майдың оңтайлы пайызы 15% болу керек. Үшінші рецепт. Аспиринмен тазартатын бет маскасы. Безеу мен қара нүктелерден арылуға көмектесетін таңғажайып құрал. Қолданғаннан кейін тері біркелкі тоналады, майлы жылтырдан құтылады. Аспирин мен белсенділеген көмірдің комбинациясы негізінде ол терінің қабаттарынан қоқыстарды кетіруге көмектеседі. Өнімнің әрекеті пилингке ұқсайды, бірақ ол жұмсақ әрекет етеді және қызаруды қалдырмайды. Керекті заттар: желатин 1 шай қасық, белсендірілген көмір 1 таблетка және аспирин 1 таблетка қажет болады. Масканы дайындау және қолдану ерекшеліктері: желатинді аз мөлшерде жылы сумен, яғни 1 шай қасық құйып 15 минутқа қалдыру керек. Таблеткаларды ұнтақтап 1 шай қасық сумен сұйылту керек. Барлық компоненттерді бір контейнерде біріктіріп, желатин толығымен ерігенше су ваннасында қыздыру керек. Маска массаж сызықтары бойымен бетке жағылады, ал алдыңғы қабат құрағаннан кейін манипуляция 2-3 рет қайталанады. Барлық қабаттар теріге жағылғанда сіз 10-15 минут күтуіңіз керек. Содан кейін жылы сумен шайыңыз. Содан кейін бетті сүлгімен сүртіп, сүйікті ылғалдандырғышты жағыңыз. Белсендірілген көмір бұл денені ішкі және сыртқы тазартуға арналған табиғи құрал. Маска бөлігі ретінде бұл таблетка қабынған ошақтарды блоктайды және қызаруды жеңілдетеді. Компонент бар ақауларды жойып қана қоймайды, сонымен қатар жаңалардың дамуына жол бермейді. Қорытынды: барлық осы аспиринді бет маскаларын дайындау және қолдану өте оңай. Олар бірінші қолданғаннан кейін көрінетін әсер береді. Косметологтардың көптеген пікірлері бойынша бұл өнімдер балшық маскаларынан еш кем түспейді. Сіздермен бөліскім келгені осылар еді достар. Пайдасы тиген болса каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін аман сау жүріңіздер.